видеода оладьи жасайтын боламыз. Рецепт ең жақсы шыққан деп ойлаймын. Әдем болып шығады, ортасы пісіп, панкейк сияқты. Ол үшін бізге ұн, қатық, су, қант, жұмыртқа, тұз, аз содасы қажет болады. Ең бірінші термомикс чашасына қатық құямыз. Оған 40 мл су, бір жұмыртқа қосып, екі минут 37 градус бірінші скоростьта айналдырып аламыз. Дайын болды. Әрі қарай құрғақ ингредиенттер, ұн, қант, қопсытқыш қосып, он 15 секунд 5-ші скоростьта араластырамыз. Ең соңында аз содасын қосып, тағы да 5 секунд 5-ші скоростьта араластырамыз. Құймағымыз дайын болды. Оны бір талдап, қасықпен алып, қуырып аламыз. Кез келген таңғы асымызға сән беретін оладьи дайын болды. Оны әртүрлі вареньелермен, джем, қаймақпен қойсаңыз болады. Ас болсын!